Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4 сынып 137 сабақ. Санды және әріпті өрнектер. Бірінші есеп тапсырманы орында. Теңдеуді шеш. Егер теңдеудің түбірін тапсаң, ол сан күн жерден айға қарағанда шамамен неше есе қашық орналасқанын көрсетеді. 4000 қосылған 5а тең 3000 қосылған 3000. Яғни бізде 4000 қосылған 5а тең 3000 қосылған 3000. 4000 қосылған 5а тең 6000. 5а тең 6000 азайтамыз 4000-ды. 5а тең болады 2000. А-ны табамыз. 2000-ға бөлеміз 5-ті. Сонда а 400 есе қашық екен. Күн жерден айға қарағанда шамамен 400 есе қашық орналасқан екен. Екіншісі, берілген деректер мен сызба бойынша есеп құрастыр және шығар. Жерден айға дейінгі арақашықтық 384.403 километр. Ал жерден күнге дейінгі арақашықтық 149.597.887 километр. Яғни айға дейін 384.403 километр, күнге дейін 149.597.887 километр. Қанша километр артық, я? 149.597.887 азайтамыз 384.403-ті. Сонда 149.213.484 километрге артық екен, я? Жерден күнге дейінгі арақашықтық. Бесінші. Б-сы. Күннің диаметрі айдың диаметріне қарағанда 13.996.526 километр артық. Айдың диаметрі 3474 километр. Есеп бойынша теңдеу құр және шеш. Айдың диаметрі 3474 километр, күннің диаметрі белгісіз, бірақ 13.996.526 километрге артық айдың диаметрінен. X бізде X азайтамыз 13.996.526 тең 3474. X-ті табамыз, 3474-ке қосамыз 13.996.526-на. Сонда болады 14 миллион километр. Күннің диаметрі 14 миллион километрға тең екен. Екінші, өрнектерді қалай ықшамдауға болатынын түсіндір. Бізде X қосылған X қосылған X. X неше рет алынған? Яғни бізде А 3 рет алынған. 3X болады, 7Y азайтамыз 2Y, 5Y болады. Б-сы 4 қосылған 5 көбейту Y тең 9Y. 4 қосылған 5 көбейту Y тең 4Y қосу 5Y 9Y болады. Одан кейін 10 азайтамыз 6 көбейту X тең 4Y болады. X болады. 10V азайтамыз 4A, әріптер әртүрлі, әріпті өрнектері әртүрлі болады, сондықтан олар ықшамдалмайды. Үшінші есеп, өрнектерді ықшамдаймыз. Жаңағы ережеге сай ықшамдаймыз. Бірінші есеп D қосу D қосу D 4D, V қосу V 3V. Одан кейін S қосу S қосу 2S 4S болады. Дәл осы түрде барлық өрнектерді ықшамдап шығамыз. Төртінші есеп. Сен әріптердің берілген мәнінде бірнеше айнымалысы бар өрнектің мәнін таба аласың. Өрнектерді түрлендір және әріптердің берілген мәнінде өрнектердің мәнін тап. 234 қосылған 124А қосу 237С. Бізде 358 көбейту 3 қосылған 237 көбейту 4. 1074 қосылған 948 тең болады 2022-ке. Екіншісі 5088-ге, үшінші өрнегіміз бізде 1868-ге, төртіншісі 6339-ға тең екен. Сонда А3, В2, С4, Д5-ге тең екен. Осы жаңағы әріптерді қойып есептеген екенбіз. Айнымалы әртүрлі мәндер қабылдай алатын шама. Бірнеше айнымалысы бар өрнектерді де ықшамдауға болады. Содан кейін әріптердің берілген мәнінде өрнектің мәнін табу керек. Бірнеше айнымалысы бар өрнектерді түрлендір және әріптердің берілген мәнінде өрнектерді есепте. Бізде А6-ға, Б2-ге, С5-ге, Д7-ге тең.
717 б азайтамыз 84 б қосылғанбыз 88 с немесе к иә болады бізде 1706-ға тең болады. Екіншісі 538-ге, үшіншісі 1232-ге, төртіншісі 114-ге тең болады екен. Алтыншы есеп, есептеу жүргізбей-ақ бірінші бағандағы әр өрнекке сәйкес екінші бағаннан мәні осындай өрнекті тап. Дәптеріңе жұптап жаз және есепте. Бізде 3 көбейтілген 5 қосу 10 тең 10 қосу 3 көбейту 5 25. 3 көбейту 10 қосу 5, 3 көбейту 5 қосу 3 көбейту 10 45. 3 көбейту 10 азайту 5, 3 көбейту 5 15. 5 қосу 5 қосу 5 көбейту 10, 3 көбейту 5 көбейту 10 150 е. Жетінші есеп. Есептерде қандай мәлімет артық? Есептерді шығар. Жүк таситын прогресс ғарыш кемесі таңғы 6-да шығып 128 километрді ұшып өтті. Бұл халықаралық ғарыш станциясымен түйісетін жерге дейінгі жолдың 3/1 бөлігі. Ғарыш станциясына дейін әлі қанша қашықтықта ұшып өтуі тиіс? Яғни ұшып өтті 128 километр, бұл 3/1 бөлігі. Барлық жолдың ұшу керек белгісіз. 128-ге көбейтеміз 3-ті, 384 километр жолдың барлығы. 384-тен азайтамыз 128-ді, 256-ға кем. Ғарыш станциясына дейінгі әлі 256 кем ұшып өтуі тиіс. Километр ұшып өтуі тиіс. Бұндағы артық мәлімет 6-да шығып деген артық мәлімет тұр. Әсі, ғарыш кемесі 90 минутта 41.490 километр ұшып, жерді толық айналып өтті. Осындай жылдамдықпен ғарыш кемесі 3 сағатта қанша жерді ұшып өтеді? Жерді неше рет толық айналып өтеді? Яғни 90 минутта 41.490 километр, 3 сағатта қанша екен белгісіз. Жерді айналды қанша рет? 41.490-ны бөлеміз 90-ды 461 километр минутына. 461-ді көбейтеміз 3-ке, көбейтеміз 60-ға. 82.980 километр. 82.980-ді бөлеміз 41.490-ға. Сонда 2 рет айналған екен. Ғарыш кемесі 3 сағатта 82.980 километр жерді ұшып өтеді. Жерді 2 рет толық айналып өтеді екен. 8-ші есеп. Ғаламшарлардың айдын және ергежейлі ғаламшардың диаметрлерін салыстыруға есептер құрастыр. 1000 километрді 1 сантиметр деп алып, жер мен Марс ғаламшарларын шеңбер түрінде сыз. Салыстырмалы өлшемдер диаметрі. Жер 1000 километр 1 сантиметр, 12756 километр 12 сантиметр 8 миллиметр. Жердің диаметрі 6408 километр 6 сантиметр 8 миллиметр. Марстың диаметрі. Бұл жерде бізде жердің диаметрі 12756 километр, Плутонның диаметрі 2360 километр. Артық, қанша километр артық, 12756-тан азайтамыз, 2360-ды, 10396 километр артық. Жердің диаметрі. Ал айдың диаметрі 3476 километр, Эриданның диаметрі 3000 километр. 3476 азайтамыз 3000-ді, сонда бізде болады 476. Эриданның диаметрі 476 километрге артық екен. 10-шы есеп. Өрнекті ықшамда олардың мәнін тап. Мұндағы А 3-ге, Б 2-ге, X тең 4-ге тең екен. Осыларды қойып біз есептейміз. Бұнда бізде бірінші есеп 58-ге тең, екінші есеп 63-ге, үшінші есеп 27-ге, төртінші есеп 84-ге тең екен.